Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қазақша Құран оқу. Әл-Иср Әл-Кахф сүресі 17 аят. Сөйтіп олар үңгірге кіріп, шырт ұйқыға кетті. Олар жатқан үңгірге қарасаң, күн шыққанда сәулесінің олар жатқан үңгірдің ішіне тік түспей, оң жағынан айналып өтетінін, сондай-ақ күн ұясына батарда да тік түспей, олардың сол жағынан қиғаштап өтетінін көресің. Ал олар болса үңгірдің ішінде кең алаңқайда жататын. Міне бұл Алланың таңғажайып мұғжизаларының бірі. Алла кімді тура жолға салса, міне сол ғана нағыз тура жолдағы адам. Ал кімді өзі тілеп алғаны һәм соған лайық болғаны үшін адастыратын болса, онда олар үшін Алладан басқа тура жол бастайтын жанашыр дос таба алмайсың. Оларды көргеніңде ояу жатыр екен деп ойлап қалар едің. Әйтсе де олар шынымен шырт ұйқыда жатқан болатын. Біз оларды бірде оң жамбасқа, бірде сол жамбасқа кезек-кезек аунатып отырдық. Ал олардың иті Қытмир болса, бейне бір иелерін күзетіп отырғандай үңгірдің дәл аузында екі аяғын алдына созған күйі жатқан еді. Егер оларды өз көзіңмен көрсең, тұла бойыңды үрей билеп, бұрыла салып, алды-артыңа қарамай қашар едің. Міне осылайша, яғни оларды қалай ұзақ жылдар бойы ұйықтатқан болсақ, өздерінің жағдайы жайлы бір-бірінен сұрасын. Һәм сол арқылы Алланың құдіреті әрі ақыретке қатысты зор ақиқат айқындалсын деп оларды ұйқыдан ояттық. Сонда араларынан біреуі қалғандарынан қанша уақыт ұйықтадыңдар деп сұрады. Олардың біразы бір күн, бәлкім одан да аз ұйықтаған шығармыз десе, енді бір бөлігі қанша уақыт ұйықтағандарыңды Раббыларың біледі. Қазір бұл әңгімені қоя тұрайық. Одан да араларыңнан біреуді мына күміс ақшамен қалаға жіберіңдер. Сөйтіп ол қалаған ең таза әрі адал ас қарастырып, біраз ас-ауқат алып келсін, алайда өте сақ болсын, ел-жұрттың назарын аударатындай іс-әрекеттерге бармасын, һәм ең маңыздысы сендерді жан баласына сездірмесін деп айтты. Өйткені қалалықтар сендерді қолға түсіретін болса, барлығыңды таспен атқылап өлтіреді, не болмаса өздерінің дініне күштеп қайтарады. Ондай жағдайда сендер әсте мақсат мұратарыңа жетпейсіңдер, деп ескертті. Міне осылайша Алланың уағдасының хақ екендігі әрі қиямет қайымның күндердің күнінде орнайтындығына күмән келтірмеу керектігін көкейлеріне түйіп алсын деп адамдарды олардың жайынан хабардар еттік. Сөйтіп үңгір иелері дүние салғаннан кейін оларды көрген ел-жұрт олардың құрметіне не істеп не қою керектігі жайлы сөз таластырды. Сонда кейбіреулер, олардың басына кесене тұрғызайық, анығында біз олардың жай-күйін толық түсіне алмадық. Жай-күйлерін Раббылары бәрінен жақсы біледі, деді. Ақырында бұл пікірталаста өз ойын қорғап шыққан мүміндер бір ауыздан олардың басына мешіт тұрғызамыз деген шешімге келді. Үңгір иелері және олардың басынан өткен ғибратты оқиғадан ғибрат алудың орнына кейбіреулер, олар үшеу еді, төртіншісі ит болатын десе, кейбіреулері олар бесеу еді, алтыншысы ит болатын дейді. Олардың мұнысы небәрі ғайыпты болжау ғана. Енді біреулері олар жетеу деді, сегізіншісі ит болатын деп айтады. Уа Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, олардың нақты санын Раббым бәрінен де жақсы біледі. Анығында олардың жай-күйін білетін адамдар өте аз деп айт. Сондықтан олар жайлы ашық айтылған білдірілген ақиқаттардан өзге мәселелерде ешкіммен сөз таластырма, һәм олар жайлы өздерінше сөз таластырып жүргендерден де еш нәрсе сұрама. Қандай да бір іске бел буғаныңда, мен оны ертең міндетті түрде істеймін деп айтушы болма. Тек иншалла Алла қаласа істеймін деп айт. Олай айтуды ұмытып кеткеніңде, есіңе түсе салысымен бірден Раббыңды есіңе ал, әрі Раббым маған туралыққа ең жақын болған істі аз ғана уақыт ішінде істеуді нәсіп етер деп үміт етемін де. Олар үңгірлерінде 300 жыл жатты. Оған тағы да 9 жыл қосты. Уа Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, олардың қанша жыл жатқанын Алла бәрінен де жақсы біледі. Өйткені күллі аспан әлемі мен жердің ғайыбы өзіне ғана мәлім. Ол неткен көреген, неткен естуші, естігіш. Күллі жаратылыс атаулының одан басқа иесі жоқ. Сондай-ақ ол өзінің үкіміне ешкімді серіктес қылмайды деп айт. Раббыңның кітабынан өзіңе уахи етілгенді оқы, әрі түсіндір. Оның сөздерін өзгерте алатын һәм өзгерту өкілеттігіне ие ешкім әрі ешбір күш жоқ. Сондай-ақ одан басқа пана да таба алмайсың. Бір Алланың разылығын ғана қалап, Раббыларына ертелі кеш, яғни таңертең және екінті һәм ақшам уақыттарында
құлшылық әрі дұға ететін мүміндермен бірге болуда барынша сабырлылық һәм табандылық таныт. Дінді кеңінен жаю жолында септігі тиер деген оймен қу тіршіліктің сән-салтанатына көңілің ауып, оларды көзіңе де ілмей, сондай-ақ жүрегін бізді еске алмайтындай етіп өзіміз ғапыл қылған, нәпсісінің қалауына ерген әрі бүкіл ісі шектен шыққан әлдекімге ерме. Уа Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, оларға ақиқат Раббыларынан келген осынау Құран. Ал енді қалаған жан иман келтірсін, қалағаны күпірлік қылсын деп айт. Шүбәсіз біз күпірлік қылу арқылы өзіне де өзгеге де қиянат жасаған залымдар үшін өткел бермес дуалдай созылып әрі ұзарып, оларға жан-жақтан құрсау салатын жалынды от әзірледік. Қатты шөл қысып, жан дауыстары шығып су сұрағанда оларға беті қарып күйдіріп жіберетін балқыған темір іспетті су беріледі. Ол қандай жаман сусын еді, сондай-ақ жаһаннам қандай жаман тұрақ орын еді. Ал енді иман келтіріп, сол иманның талаптарына сай игі істер істейтіндерге келсек, біз үнемі игі істер істейтін ізгі жандардың сауабын, еңбегін әсте зая етпейміз. Олар үшін түгесілмес нығметке толы мәңгілік бақыт мекені Адн жұмақ бақшалары бар. Онда олардың аяқтарының астында өзендер ағып жатады. Сондай-ақ олар онда алтын білезіктер тағынып, үлбіреген жұқалтым әрі қалың жібектен тігілген жасыл киімдер киіп, орынтақтарда шалқайып отырады. Бұл қандай керемет сый-сияпат һәм қандай керемет жай еді. Садақаллахул азим. 31-ші аяттың соңы.